Сәлем достар, бүгін тыныс алу жүйесінің анатомиясын талдайтын боламыз. Тыныс алу жүйесі латынша система респираториум. Оның ішінде талдайтындарымыз мұрын қуысы, көмей, кеңірдек, бронхтар, альвеолалар. Сыртқы мұрын, оны латынша насус экстернус деп айтамыз. Оларға жататындары мұрын қыры, дорсум наси, мұрын ұшы, апекс наси, және де айналасында танаулар мен нарестен шектелген мұрын қанаттарынан тұрады. Мұрын шеміршектері. Олар мыналардан тұрады. Мұрынның латеральды шеміршегі, картиляги наси латералис. Сыртқы мұрынның бүйір қабырғасын құрауға қатысатын жұп шеміршектен тұрады. Екінші мұрын қанатының үлкен шеміршегі, картиляго алярис майор. Танаулардың алдыңғы бүйір аймақтарын шектейтін жұп шеміршектер. Үшінші мұрын қанатының кіші шеміршектері, картиляги алярис минорис. Мұрын қанатының үлкен шеміршегінің артында орналасқан. Кей кезде мұрын қанатының латеральды және үлкен шеміршектерінің аралығында мұрынның қосалқы шеміршектері, картилягинес насалис аксессория жатады. Сыртқы мұрынның сүйектік бөлігі жоғарғы жақ сүйектерінің маңдайлық өсінділері мен мұрын сүйектерінен құралған. Мұрын қуысы, кавитас наси. Мұрын қуысы мұрын қалқасымен, яғни хаондар арқылы жұтқыншақтың мұрындық бөлігімен, ал танаулар арқылы сыртқы ортамен қатынасатын салыстырмалы тепе-тең екі бөлікке бөлінген. Мұрын қуысында үстінен мұрын қуысының табалдырығы мен лемен наси шектелген. Мұрын кіреберісі вестибулюм наси бар. Мұрын қуысында аттас мұрын қалқандарының астында орналасқан жоғарғы, ортаңғы және төменгі мұрын жолдарын айырады. Жоғарғы мұрын қалқанының артында сына тәрізді қойнауға ашылатын сынаторлық ұңғыл жатыр. Көмейдің құрылысы. Латынша көмейді ларингс деп айтамыз. Ол мойынның алдыңғы аймағында орналасқан, еркектерде жақшетілген көмей шодырын түзеді. Көмей үстінде тіл асты сүйегімен байланысса, төменде кеңірдекке жалғасады. Көмей қуысы. Латынша кавитас ларингис деп айтамыз. Шартты үш бөлікке бөлінеді: жоғарғы, ортаңғы және төменгі. Жоғарғы бөлім немесе көмей кіреберісі вестибулюм ларингис. Аралықтары кіреберіс саңылауын рима вестибули түсетін кіреберіс қатпарлары мен плика вестибулярис шектеледі. Ортаңғы бөлім немесе қарыншаралық деп айтамыз. Кіреберіс қатпарларынан дауыс қатпарларына плика вокалисқа дейін жалғасады. Осы қатпарлар арасында көмей қарыншалары вентрикулюс ларингис орналасқан. Ал дауыс қатпарлары көмей қуысының ең тар аймағы дауыс саңылауын рима вокалисті шектейді. Төменгі бөлім дауыс саңылауының астында орналасқан. Бұл дауыс асты қуысы кавитас инфраглоттика, ол кеңірдекке жалғасады. Көмей шеміршектері тақ және жұп болып екіге бөлінеді. Тақ бөліктеріне қалқанша шеміршегі картиляго тероидея, жүзік тәрізді шеміршек картиляго крикоидея, көмей қақпақшасы шеміршегі картиляго эпиглоттика жатады. Ал жұп бөліктеріне ожау тәрізді шеміршек картиляго аритиноидея, мүйізше тәрізді шеміршек картиляго корникулята, сына тәрізді шеміршек картиляго кунейформис жатады. Кеңірдек, латынша оны трахея деп айтамыз. Ол 6-шы мойын омыртқаның төменгі жиегі тұсынан басталып, 5-ші кеуде омыртқасының жоғарғы жиек тұсында аяқталады. Дәл осы жерде оң және сол басты бронхтарға бөлінеді. Оң бронх сол бронхқа қарағанда қысқалау және кеңдеу болады. Ол вертикальды орналасып, кеңірдектің тікелей жалғасы болып табылады. Сол бронх ұзын және жіңішке болып келеді. Кеңірдектің басты бронхтарға өтетін аймағы кеңірдек айрығынан, бифуркация трахеядан тұрады. Оң басты бронх үшке бөлінеді. Оларға оң жоғарғы үлестік бронх, бронхус лабарис супериор декстер, оң ортаңғы үлестік бронх, бронхус лабарис медиа декстер, оң төменгі үлестік бронх, бронхус лабарис инфериор декстер. Сол басты бронх екіге бөлінеді. Сол жоғарғы үлестік бронх, бронхус лабарис супериор синистер, сол төменгі үлестік бронх, бронхус лабарис инфериор синистер. Үлесшелік бронхтар шеткі бронхшаларға қарай барады. Артынан шеткі бронхшалар тыныс бронхшаларына бөлінеді. Олардан альвеолалық жолдар басталып, қабырғалары өкпе альвеолаларынан, яғни альвеолалық қапшықтармен аяқталады. Барлық бронхтардың жиынтығы бронх ағашын, яғни арбор бронхиалисті құрайды. Ал тыныс бронхшаларынан басталып, өкпе альвеолалармен аяқталатын бөлігін альвеолалық ағашты, яғни арбор альвеоляристі немесе өкпе ацинусын құрайды.
Сіздермен бірге медицина әлемі каналы. Пайдалы ақпарат болған болса, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар.